Бірінші мынау белдігін дайындап алайық. Сарысы керек бізге, сол үшін мынау принт жағынан тігетін боламыз. Сонда аударғанда сарысы болып шығады. Осы суреті барды сыртына қаратамыз да. Бірінші бір жақ шетін ғана осылай тігеміз, содан кейін ұзын жағын бәрін тігіп шығамыз. Енді қараңыздар, бір жағын тіктік қой. Осында отверткамен немесе осында сушидің таяқшасымен басына кіргіземіз де, итеріп отырып, екінші басынан шығаратын боламыз. Сонда тез аударылады. Неге аударған кезде осы сары жағы шығады. Ұштарын бәрін жақсылап шығарамыз да, жақсылап үтіктеп шығамыз. Енді қараңыздар, біреу артқы бой және алдыңғы бойдың бачоктары. Екеуін қосамыз. Осылай оң беттестіреміз. Егер оверлокпен тігетін болсаңыздар, осы видеодағы сияқты бір-біріне қосасыздар да, тігіп оверлоктай саласыздар. Жаңа бірінші вариантты көрсеттім ғой, мына оверлоктай саласыздар. Егер осылай тіксеңіздер, ал енді оверлок жоқ болса, қазір көрсетем. Оверлок жоқ болса, керісінше осылай бір-біріне теріс қаратып тігесіздер. Мен оверлоксыз екінші вариантты көрсетемін. Осылай бір-біріне теріс қаратып тігіп шығамыз. 0,5 мм-ге тігетін боламыз. Енді қараңыздар, осы 0,5 тіккенді тағы да 0,3 мм-ге дейін қиып алып тастаймыз. Өте жіңішке болу керек. Енді осы тіккенімізді былай оң қаратамыз да, қайтадан тігіп шығамыз. Тіккен жерімізді бүктейміз де, үстінен тағы да 0,5 мм тігеміз. Сонда біздің алдыңғы тіккен тігісіміз осының ішінде қалып кетеді. Бұл тігістің түрі орысша белевой шов деп аталады. Ютубтан іздеп көрсеңіздер болады. Көбінесе шифон, сондай жұқа маталар тігеді. Және де постельный бельяларда да қолданады. Енді міне ашып қарасаңыздар, біздің тігісіміз мүлдем көрінбейді. Таза жинақы болады. Енді осы тігісімізді спинкаға арт жаққа қаратып жатқызып үтіктейміз. Естеріңізде болсын, тіктік па үтіктейміз, тігеміз, үтіктейміз, сырас тігіп отқан затымызды үтіктеп отырамыз. Енді осы бачоктың астында тұратын деталіміз жиырылып тұратын, соны бірге қосып тігетін боламыз. Мына жерге біз полочка деп жазып кеттік қой, сол полочкаға қарай тігеміз. Бірінші мына жерде тігіс жүргіземіз де, соны жиырып аламыз. Кез келген тігін машинкасында стежок бар ғой, кішкентай қылып тігеді, ұзын қылып тігеді. Соны ең үлкеніне қойып аламыз да, закрепка бермей осылай тігіс жүргіземіз бірінші. Сосын осы тігістің жіптерін тартып жинайтын боламыз. Міне мен үстіңгі жібін тартып атырмын бір жағын, екінші жағында тура солай үстіңгі жіпті тартамыз. Үстіп, жаңа бачоктың размеріне сай жинаймыз. Мына бачокқа тура сайғып жинаймыз да, екеуін бір-біріне оң беттестіреміз. Бірінші екі жағын булавкамен қыстырып аламыз, содан кейін орталарын әдемілеп сборкаларын біркелкі қылып жинап қоямыз. Сборкасын осылай төбеге қаратамыз да, 3-4 жерінен булавкамен қадап аламыз да, 1 сантиметрге екеуін біріктіріп тігіп шығатын боламыз.
Міне қараңыздар, екеуін біріктіріп тігіп алдық қой. Енді осы тігісті оверлоктайсыздар. Оверлок болса, оверлок болмаса, қазір бейкамен обработка жасаймыз. Міне мен біреуіне обработка жасап тастадым. Тігісіміз көрінбейді. Қазір екіншісіне қалай жасау керек екенін көрсетемін. Енді осы ұзындыққа сай бейкамызды аламыз да сборка жаққа қоямыз бейканы. Ал өзіміз осының алдында тіккен тігістің тура үстінен тігіп шығатын боламыз. Енді қараңыздар, осы тігіп алған тігісіміз 1 сантиметрге тіктік қой. Енді 0,5 миллиметрге қиып алып тастаймыз. Жіңішке болу керек тігісіміз. Енді бейкамызды ашамыз да, мына тігісімізді осылай жауып тастаймыз. Міне тігісімізді осылай жабамыз да, ана түбінен тігіп шығамыз. Мына бейкамен тігістің ортасы бар ғой, тура ортасынан тігеміз. Сонда жібіміз көрінбейді. Енді қараңыздар, пачокты ашамыз да. Енді екінші шетінен бейканың екінші шетінен тігіс түсіреміз. Сонда тігісіміз астына да түседі, үстіне де түседі. Міне видеоны тоқтатып тұрып, жақсылап қарап алыңыздар. Осылай болады. Тағы да қайталап айтып кетемін, әрбір тіккен тігісімізді үтіктеп отырамыз міндетті түрде. Мен үтіктегендерді видеоға түсірген жоқпын, сол үшін үтіктеп отырамыз. Қараңыздар, мынау бізде подбор деген деталь ғой. Бұны біз дублериндаймыз. Менің енді кусок дублериндарым бар екен, соның бәрін жалғап дублериндай салдым. Егер сіздер клиентке тігіп жатсаңыздар, міндетті түрде кусокталмаған жақсы дублеринмен дублериндаңыздар. Дублерин деген осындай болады, не? Өте жұқа, бір жағы клей болады. Сол клей жағын жабыстырасыздар. Дублерин немесе флезерин деп аталады. Және де мынау алдыңғы бой бар ғой, соның жағасына да жабыстырып кетеміз. Біздің жаға өзінің формасын әдемі ұстап тұру үшін, және де біз түйме тағамыз. Түйме таққан жеріміз ары қарай жыртылып кетпес үшін дублериндаймыз. Технология бойынша дублериндау керек. Енді сіздер қараңыздар, мән берсеңіздер, мен дублеринді мына принт сурет жағына дублериндадым. Сары жағына емес, себебі жағаны осылай қайырған кезде бізге сарысы көрініп тұру керек, сол үшін мен сурет бар жағын дублериндадым.